Үлкей, қадірменді көрермен, келіп жеткен көрісу амал мейрамымен сіздерді шын жүректен құттықтаймыз. Қадірлі көрермен, келесі мейманымызды да қарсы алып үлгердік. Ол композитор Дәурен Сердалиев. Бүгін бізде қонақта. Аға, қош келдіңіз дейміз. Мереке құтты болсын. Құтты болсын мереке. Жасыңыз құтты болсын деп жатамыз ғой. Бір жас деп айтып жатады, бір жас деп. Атап өтесіз болыс мейрамды? Мен негізі менен сыр елінің тумасы болғаннан кейін біз жақта көп бұл тойланбайды екен. Бізде тек наурыз ғой. Енді көбінесе батыстың, сосын Алматыға келіп естіп жатамыз осы. Бірақ енді тойлап көрмеппіз. Бірақ естейміз ғой енді. Осындай мереке бар екен. Дегенмен ежелден аталып өтіліп келе жатқан мереке, расымен де тамаша көңіл күй сыйлайды деп ойлаймын. Себебі араға бір жыл салып біздің өзіміздің ұлттық жаңа жылымыздың алдында көптен бері көріспеген жақындарымен еліміз, халқымыз жолығып, бір-бірімен ағайындармен, туған-туысқандармен жолығып көрісіп жатады. Қыстан аман есен шығып, қыстан аман есен шығып, бір-бірімен көрісіп, жағдайын сұрап қалайық. Айтар тамаша жаңалығымыз бар. 16 наурыз күні Дәурен композитор, елімізге белгілі композитор Дәурен Сердалиевтің 16 наурыз күні Республика сарайында есеп беру алғаш концерт өтеді. Негізі Дәурен мырза мойындау керек. Бірінші ән хит болатын болса, сосын әнші танылады. Ал әннің автор мен композитор тасада қалып жатады, көлеңкеде қалып жатады, негізі әдетте. Дәл қазір көрерменге жақындырақ, жақсылап сізді таныстырғымыз келіп отыр. Ол үшін сіздің әндеріңізге, хит туындыларыңызға бір шолу жасап өтсек. Қанат Үмбетов, Мейрамбек Беспаев. Бұл әндер білмейтін адам кем-дегем шығар. Бірақ келер көктемім бар сағыныштан сарғайғаным мен. Еркін Нұржанов. Жақсы. Барлығы дерлік халықтың жүрегінен ой тұрып орын алған тамаша елдің сүйікті туындылары. Бірі білсе, бірі білмейді ғой. Дәурен мырза, бұл туынды сіздердікі екен. Жалпы концертке дайындық қалай болып жатыр? Концертке дайындық өте қызу үстінде. Құдай қаласа барын салып, қызықты өтеді дегенге үміттеміз, Құдай қаласа. Енді көп әнші қатысады, бәрі сіздің әндеріңізді орындайтын әншілер, Тоқтар мен Бейбіт бар, Ақбота Керімбекова бар, Ғаділбек Жанай бар, Мейрамбек Беспаев бар, Жігіттер тобы бар. Мұқасан ағамыз бастаған, Шағзадаев. Қандай тамаша. Кештің атауы «Мен сіздерді жақсы көремін» деп аталады екен, иә? Мен сіздерді жақсы көремін, ол тақырыпты да ақылдасып, Қанат Үмбетов бауырымызға жазылған ән еді. Сол жақсы тарап, өзімізде енді оның ішінде барлық ағайын, туыс, құда, жекжат, көрші, қолаң, ауылдастар, қарындастар, ағалар барлығы болғаннан кейін барлығын жақсы көреміз ғой енді. Тақырыпты да солай қойып. Бір жағы көрермендерге де арналады ғой. Мен сіздерді жақсы көремін. Мен сіздерді шақырамын. Көрермендерге тілек жолдау. Дәурен аға, сіздің өнерде жүргеніңізге талай жылдың жүзі болып қалды ғой негізі. Кешіңізді енді ғана жасайын деп жатырсыз. Алғашқы кеш. Ол біреудің ұсынысы болса керек, әйтпесе баяғыда жасайтын едіңіз ғой. Бұл ұсынысты iMedia продюсерлігінің орталығының директоры Бағлан, өзім ауылдасым Бағлан Әуелбек бауырымыз ұсыныс тастап. Енді барлығымыздың арманымыз ғой енді. Республика сарайында кеш беру бұрыннан келе жатқан арманымыз. Құдай қаласа сәтті өтеді, арманымыз орындалады деген үміттеміз. Құдай қаласа келіңіздер, керемет кеш болады. Құдай қаласа. Әндеріңіз хит болып жатқанда, танымал болып жатқанда қандай сезімге боласыз? Негізінде танымалдық, ондай бір ерекше бір ешнәрсе байқамаймыз ғой енді. Біз енді көбінесе сахнаның артында, студияда отырамыз, көбінесе былайына шыға бермейміз. Бірақ шығып жатса жүрегімізден шыққан ән, ол халықтың жүрегіне кішкене болсын жылу берсе, одан артық бақыт жоқ қой композиторға. Көбінесе әншілер сізге келе ма, жоқ әлде сіз өзіңіздің әндеріңізді әншілерге ұсынасыз ба? Негізінде кейбір кезде әншілер де тапсырыс беріп жатады. Біріншіден, екіншіден жаңағы бір ән шыққан кезде өзі жобасы былайынан көрініп тұрады. Ал осы әншіге кеп қалады-ау, осыған деген сияқты жаңағы сүйіктетші демекші. Қанат
сол Мейрамбек ағамен дуэт жазу керек болды деп ол енді тапсырыспен шықты. Сол енді екеуін елестетіп шыққан ән, бірақ енді екеуі де жақсы әншілер, менің жүрегімдегін жеткізе білді деп ойлаймын. Жақсы. Оля, сен ән шығара аласың ба? Ән жаза аласың ба? Ондай өнерім жоқ еді, ол қолымнан келмейді. Қадірлі көрермен, негізі екінің бірі жайдан жай отырып ән шығара алмайды, ән жаза алмайды, әнге сөз жаза алмайды. Сондықтан дәл қазір Дәурен мырзадан сұрағым келіп отыр. Жалпы сіздің ойыңызша композиторлық деген ол дарын, талант па, әлде қабілет па? Оны қалай айтсақ болады. Негізі бір жағынан мен әрлеуші болып бастағам негізінде. Аранжировка дейміз ғой енді. Әнді өңдеп. Аранжировка деген енді біреудің әні болса да, соны аранжировка ән деп әрлеген кезінде ол басындағы вступлениесі болады, жаңағы проигрыш болады. Соның бәрі ең соңында бітіретін нәрселер болады. Проигрыштармен негізі барлық ән өңдеушілердің өздері де негізі композиторға жатады деп ойлаймын. Өйткені ол проигрыштардың өздері композицияға негізінде. Бірақ енді ары қарай әндерде шығып кетеді, проигрыштарда барлық сондай болғаннан кейін мен ойлаймын енді ол екеуі де болатын шығар негізінде. Екеуіне де жатқызуға болады. Алғашқы шығарған туындыңыз есіңізде ме? Алғашқы шығарған туындым есімде. Композитор ретінде өзіңіздің авторлық туындыңыз? Ол есімде, ол Шымкент қаласында как раз осы звукорежиссураны оқып жүрген кезінде шыққан ән. Ал көбінесе енді Алматы арман болып келген екен, қазір енді 90%-дан астамы осы Арухалы Алматыда шыққан әндер ғой, көбінесе туылған осы. Есімде, бірақ енді оны айтпай-ақ қойын енді. Жақсы, алғашқы туындыңызды айтпасаңыз да, менің ойымша кез келген өнер иесінің, ол жазушы болсын, ақын болсын, композитор болсын, шығарған туындыларының ішінде өзіне жақын, жүрегіне жақын бір туынды болады деп ойлаймын. Ерекше жақсы көретін туындысы. Ол қай композиция? Негізі ән өзіңе ұнамаса бәрібір жұртқа көрсетуге де аласың. Егер өзіңе ұнамай жатса, мен негізі шыққан ән ұналған барлығы айтыр өзіме. Ұнайды. Енді бөліп жарып таңдау жасай алмайсың ғой шынымен де. Ол бала сияқты. Әр қайсының өзінің табиғаты бөлек. Әр кездерде шығып қалады, өзінің несі бар, табиғаты бар, және де өзінің бір ерекше орындары бар. Оны бөліп Ол бала сияқты ғой, енді бәрін жақсы көресің. Ата-ана болып, ата-ана ретінде бәлкім дұрыста шығар, бір балаңды ерекше жақсы көру мүмкін емес шығар, бәрін бірдей жақсы көресің, солай ма? Дұрыс айтасыз осы. Оған келсем. Жазылып қойған, бірақ әлі жарыққа шығып үлгермеген әндеріңіз бар ма? Негізі бар, аха. Не себепті жарыққа шығармай жатырсыз? Бір әндер шығады, кейбір кезде ол әншісін таппай, біраз жүріп алады да, біреулерге келмей жатады. Бірақ ол деген ал дейді енді. Әр нәрсе өзінің орнын табады. Мысалы, 1-2 жыл ешкімге көрсеткім келмей былайынан ұстап жүрген әндерді бір күндер біреу көріп қалып, оны әдемілеп, әрлеп жеткізіп жіберуі мүмкін. Ал біреулер енді шыққан кезде келіп қалуы мүмкін, как раз сол жұмыс барысында. Солай сияқты, бірақ ондай әндер әлі күнге дейін бар. Біз жаңа ғана енді айтып отырмыз ғой, тапсырыспен жазылған әндер деп. Тапсырыспен жазылған әндердің орны бөлек те, шабытпен жазылған әндердің орны бөлек. Кейде мысалы тапсырыс келеді, шабыт болмайды. Не істейсіз? Шабытсыз. Дәурен мырзаға шабыттың не сыйлайды екен, соны сұрайықшы. Шабытты неден аласыз? Шабыт әр қарай келеді. Жеңгемнен аласыз ба, табиғаттан аласыз ба? Одан да алам. Екеуінен де алам. Солай деуге де болады. Әннің тақырыбына байланысты болса керек, е? Қыдырып, жолда кетіп бара жатқан кезде мысалы шығып қалуы мүмкін. Және жолдар деген әндер мысалы бір сағынып ауылға бара жатасың. Кейбір кезде бір 4-5 ай ауылға бара алмай қаласың. Мынау тұрған Қызылорданың өзіне бара алмай қаламыз жұмыстардың барысымен. Жолда кетіп бара жатып, жаңағы жолдар деген әндер шықты. Асхат Үрпек бауырымыздың солай. Табиғатқа шыққан кезде, ал кейбір кездерде тек аранжировкаға келіп отырып, бір айдай ән шықпай қалатын кездер болады. Енді не емеспіз ғой, енді робот емеспіз, завод емеспіз. Ол жүректен шықпай жатқаннан кейін ол бәрібір қанша қинағанмен дені дұрыс ән шықпайды деп ойлаймын. Жақсы. Көрермендеріміздің есіне тағы бір салып жіберейік, 16 наурыз күні, яғни
міне бірнеше күннен кейін Алматы қаласында Республика сарайында Дәурен Сердалиев ағамыздың "Мен сіздерді жақсы көремін" атты шығармашылық кеші болып өтеді. Баршаларыңызды шақырамыз. Иә, өзімізге ұлық болған тамаша мейрамның қарсаңында міндетті түрде жақындарыңызды алып барып, мәдени, рухани демалысқа бой алдырып қайтыңыздар. Және осы орайда Дәурен мырза біздің студиямызға өзімен бірге сол кеште өнер көрсететін Ақылған Әуелбек бауырымызды да бірге алып келді. Қазір енді қандай туынды орындалады? Қазағым деген ән. Бұл ән концертте орындалады, Бұл әнді концерттің бас жағында берсек па деп отырмыз. Өйткені қазақта той көп болсын, енді қазір уже мереке басталды, Наурыз қаласа. Бәрі құлпырып жатыр, жайнап жатыр, жер тіріліп жатыр дегендей. Сол енді бас жағын қазағымның той бітпесін, қызықшылығы бітпесін деген ниетпен осы қазағым тойла деген әнді ең бірінші қылдыртып, сол Ақылған бауырымызды шығарайын деп отырмыз. Құлпыласа. Сіздер де келіңіздер міндетті түрде кешке. Жақсы, міндетті түрде сіздің концертіңіздің куәсі болайық, Оля. Бірге барайық? Әрине. Жақсы. Олай болса, Дәурен мырза, сіздің рұқсатыңызбен ендеше дәл қазір біз ортаға Ақылған Әуелбековті шақырамыз. Тамаша қазағым атты туындысымен. Мархабат. Қабыл алыңыздар.